жігіттің басынан нелер келіп не кетпейді. Соңғы кездергі індеттің кесірінен қаншама жақындарымыздан айырылып қалдық. Ол мүмкін біреудің баласы, біреудің аяулы анасы, ол мүмкін жалғыз отбасын асырап отқан әке болар. Осы уақытта тағы да жақындарымыздан айырылып қалмайықшы деген ниетпен волонтер болып жұмыс істедік. Түнімен ұйықтамай келіп, азанмен ұшақ күтіп алып, оның ішіндегі аппараттарды қоймамызға жеткізген күндер болды. Мұның барлығы да қазір естелік болып отырды. Осы бастаманың барлығы ең басында Шұғыла қорының мүшесі Азат аға бар. Өзіміздің әріптесіміз, қатты сыйлайтын ақсақалымыз, жұмысымыздағы Абдыманат ағамыз індетке шалыныпты. Азат аға осы уайымдайды, бізден келіп сұрайды. Әбішпен хабарластыңдар ма? Аман бекен дейді. Әрине ол оңай емес, өткен осыған дейін де қаншама жақындарымыз кетті осы індеттің кесірінен. Енді ортамыздан Әбіш аға да кетіп қалмасын деген ниетпен барынша уайымдап, Азат аға жүгіріп жүріп, жанталасып жүріп, жедел жәрдем шақыртады. Әбіш ағаға тыныс алу аппараты, яғни оттегі концентрациясы қажет. Біз оны қайдан аламыз, қайдан іздейміз? Дәл сол күндері біздегі Шұғыла қорының құрылтайшысы, жеке кәсіпкер Мейірхан аға да осы індетке шалдыққан екен. Негізі осы індет басталғалы көп халық зардап шекті. Соның арасында өзіміздің басымыздан да ол өтті. Мен 20 күн ауруханада жаттым, 12-ші қалалық. 15 күн ыстығым қатты көтерілді. Сол кезде байқағаным, мына оттегі халыққа тапшылық болды. Ол кісі Азат аға хабарласады да айтады: Азат, менің басымнан бұл жағдай өтті. Бұл індетпен ауырдым. Бірақ менің қасымдағы ауырып жатқан адамдардың жағдайы менікінен де ауыр дейді. Сол себепті сендер қордың атынан кішігірім қаржы жинап, ең құрмағанда жанашырларымызды, біреудің ол мүмкін әкесі болар, біреудің баласы болар, аман сақтап қалайық дейді. Іздеу басталып кетті. Сондағы менің таңғалғаным, мұнда Мейірхан ағаның өжеттілігі, халқына деген сүйіспеншілігі, патриоттығы. Ол жалғыз өзін ғана ойлаған жоқ. Ол мұндағы барша халық, ең құрмағанда аман сақтап қалайықшы деген ниетінің өзі мені қатты таңғалдырды. Бұл індеттің кезінде әр адам бір-біріне көмектесу болып бір парыз болды. Парыз болғандықтан біз қазақ халқы жалпы жұмыға көтерген жүкті жақсы көреміз. Жұмыға көтерген жүкті жақсы көргендіктен біздің мойнымызда басқа халықтан қарағанда ағайын туысымызды өзімізді алып жүру міндетіміз бар. Сондықтан баршамыз бір қазақ көтерілсе, қаншама қазақты алып жүреді. Сол сияқты қаншама өзіміздің жақындарымыз, басқа да адамдар қырылып жатқан кезде біз отыра алмадық. Сөйтіп не керек? Бір аптаға созылған аппаратты іздеу жұмыстары басталып кетті. Өкінішке орай, сол кезде Қазақстан аумағындағы кәсіпкерлердің көбі оттегі құрылғыларының бағасын енді тапшы болды біріншіден, екіншіден бағасы еселеніп кетті. 700-600 мыңға дейін, 400 мыңнан 600 мыңға дейін көтеріліп кетті. Сондықтан Мәскеуге де шықтық. Мәскеуде де қарадық, Түркиядан қарадық. Сол зерттеу барысында жалпы бұл құрылғылардың 90%-ы Қытай аймағынан шығарылатынын түсіндік. Алғашқы күндері біз қаражат жинап бастаған кезде білмедік осындай мөлшерде жиналатынын. Басында ойландық. 30-40 аппаратқа жеткізсек, оған да шүкір дегендей, өйткені Қазақстанның бағасы өте қымбат болған. Бірақ кейін танымал тұлғалар да бұған атсалысқан кезде, мысалы Қайрат Жолдыбайұлы бар, Қайрат Құдайберген бар, Бейбіт Әлібеков бар, Сырымбек Тау бар, Қуаныш Шонбай бар, Қыран бауырларымыз барлығы осыған атсалысып жариялаған кезде бұл 30-40 емес, мыңдаған болып кетті. Басына түскен қазіргі қиын жағдай бүкіл халықты біріктірді.
демігіп оттегі жетпей жатқан азаматтарға көмек болсын, ем болсын деп ауылдағы түрлі елді мекендерде ағайындар жиналып, соңғы тиынына дейін санап бергеніне біз куә болдық. Қазір бүкіл қазақ азаматтары бірікті, шұғыла қорына жиналған жалпы сома 450 миллионға жуық теңге. Бұған Алла қаласа 4 мыңнан аса оттегі концентраттарын алатын боламыз. Осыған атсалысқан бүкіл халыққа, жанашыр болған ағаларымызға бәрін рахмет айтамыз, және де ұшақпен көмектескен үкіметке алғысымыз зор. Енді бұл бүкіл халықтың жинаған қаражатын бұл іс-шараны соңына дейін жеткізу шұғыла қорының мойнында. Қиындықта ел бірге. Бір қызығы, Қайрат Жолдыбай ағамызды өзінің әлеуметтік желісіне, Инстаграм парақшасына ақша жинап бастап кетеді. Қадірлі ағайындар, осынау акциямызға қолдау білдіріп, 1000 теңгесімен болса, 500 теңгесімен болса да үлес қосқан әрбір азаматқа Алла разы болсын деп біледі. Ауырмаңыздар, Құдай қаласа қазақ халқы мықты халық, ел болып, халық болып өмірді міндетті жеңеміз. Үмітті болыңыздар. Ең бірінші бұл ақша аударғандардың қатарында ол кісінің анасы 1 айлық зейнетақысын аударады. Жылауым жылмалаймын, ауаны тырналаймын, қолыма ілінбейді, ол мені тыңдамайды. В данный момент мы находимся в городе Атырау, Орал қаласына жүк тиеу процесі жүріп жатыр. Сол кезде бір таң қалғаным, екі ел арасындағы ұшақтың мәселесі бар, кедендік жұмыстар, және де оны сақтайтын қойма, мұның барлығын есептеген кезде бір аппараттың құны 170 000 теңгеге бірақ көтеріледі. Сол кезде бізге арқау болып, ел ағалары болып, Сырымбек ағаларымыз өзінің қоймасын тегін береді. Бұл деген біздің ең біріншідегі мәселелеріміздің бірі болып шешілгенде болады. Және де UPS компаниясынан Кәмшат апайымыз Қазақстанның ішіндегі, ел ішіндегі логистиканың мәселесін шешіп береді. Бұл да біздің ең үлкен проблемаларымыздың бірі. Сол кезде 11 шілде күні толықтай қаржыны есептеген кезде 1300 аппараттың қаржысы жиналады. Шешілмеген бізде тағы бір мәселе тұрғандай. Мұндағы ұшақтың мәселесі шешілсе енді, біздегі аппараттың санын бәлкім одан да жоғарыға көтеруге болар ма еді. Сол кездері Сәрсенбек ағаға үкімет тарапынан қоңырау түседі. Шешілмей жатқан қандай мәселелерің бар дегендей. Біздегі бір мәселе ұшақ мәселесі болатын. Екі ел арасындағы жол мәселесі. Кислородный концентраттар деген бар, оны да жақсы білесіздер. Өткенде бір азаматтар, мына Шұға деген компания бізге шығып, осылай бірге қолдасаңыз деп, онда қазір қолдап, арнайы самолеттар оған бөліп, арнайы көмектесіп жатырмыз. 4000-ға жуық, оның ішінде 2000 алып келді кислородный. Қазір оны толықтай бүкіл осыған аралап шыққан облыстардың бәрінде өз көзіммен қарап шықтым. Ол жерде мына кислородты концентраттармен бір азаматтар қамтамасыз етілген. Бірақ біз онымен де тоқмейілсіп отырған жоқпыз. Жаңа қосымша тағы да қазір 2000 осы 4-сі күні, 11 күні осы келесі айдың оны да қазір елге жеткіземіз. Бұл мәселені толықтай үкімет өз мойнына алады. Скат компаниясы 4 рейспен елімізге әкеліп беретін болды. Осы жиналған қаржы
4000 аппарат алуға жететін болды. Бұл біз үшін үлкен бір жетістік болғандай болды. Бұл іс-шараның ерекшелігі біз бүгінгі күнге дейін қандай да бір апат болған кезде, бір қиындық елімізге туындаған кезде біз айтамыз, осындай қаражат жинайын деп жатырмыз, осындай көмек берейін деп жатырмыз дегендей. Көбінесе 80%-ын кәсіпкерлер беретін, 20%-ын қарапайым халықтан жиналатын. Бірақ осы індетке байланысты біз жариялаған кезде 80%-ы халықтан жиналды, 20%-ы ғана кәсіпкерлерден ғана келді. Сондықтан бұл жерде нені көрсетеді? Халықтың деген осы індетке қарсы тұру, ішіндегі былай айтқан кезде пайдалы болу, берген сомалары 10 теңге, 20 теңге, 1000 теңге, 500 мың, 1 миллион кете берді. Сонымен осы жаңағы індетке қарсы халқымыздың деген ауызбіршілігі, жүрегіндегі ниеті пайдалы болу дегендей осындай ерекшелігі болды. Біздің елімізге келген оттегі концентраторын көп жағдайда ИВЛ аппараттармен шатастырып жатады. Ал бұл ИВЛ аппараты деген дәл осы індеттің ең ауыр түріне қолданатын аппарат. Қайта біз осы аурудың жеңіл түрі келгеніне мыңда бір шүкір дейміз. Оттегілік концентраторлар науқастарға жақсы болды. Келген аппараттар оттегін шығарып отырады. Оттегіні шығарып отырады, соны жаңағы организмға жетпей жатырған оттегін көлемін көбейтеді. Газ айналысын көмектесіп бастайды. Бұның көмектеспен жағдайда да біз өкпені жасанды түрде желдетуге көшіруіміз керек. Яғни искусственный вентиляциялау. Екеуінің айырмашылығы екі түрлі. Қазіргі таңда мына бізге келіп түскен аппараттар біздің кішкене науқастарға деген көмегі зор ғой деймін. Болашақта да пайдаланамыз оны. Да, ол қалып қалады деп айтуға болмайды, бірақ қолданамыз. 22 шілде күні біз Қытайдан ұшатын алғашқы рейсті күттік. 970 аппарат келу керек. Дәл ұшақ ұшты деген сәтте біз бортта небәрі 400 аппарат бар екен білдік. Дәл осы жағдайды үкімет басындағы Ералы Тоғжанов ағаларымыз естіді, бізге бірден хабарласты. Неге бұл бұлай? Неге бізде 970 аппараттың барлығы толықтай келмейді дейді. Біз болсақ, дәл сол күйде шаршаңқы, көңіл деген түсіп кеткен, сондай бір мұңайып жүрген сәт болатын. Халық болса бұл аппараттарды күтіп жатыр. Дәл сол кезде Ералы Тоғжанов ағамыз тұрады да, Қытайға хабарласады да, ұшақты кері жіберуді бұйырады. Енді бұл мүмкін емес жағдай деп ойлаймын, ұшақты кері жіберу. Бірақ сонда да Ералы Тоғжанов ағамыздың дәл осы бір мезеттегі айтқан сөзі біздің ерік жігерімізді оятып, мұңайған сәтімізден қайтадан бір серпіліс беріп, өмірге деген құштарлығымызды оятып жібергендей болды. Бұл да бір біз үшін ең бір бақытты күндердің бірі болды. Дүниелік тәжірибеде бұл халықпен, кәсіпкерлермен мемлекеттік бірге күресу жалпы үрдіс болып саналады. Мемлекет қашан жасап бересін, қашан күнге дейін біз көмек күтеміз демеді. Қолынан не келеді, соны жасанды. Бұл көп адам біріккеннен кейін де осындай жақсы бір нәтиже шықты. Ал енді шетелдік қорларды алатын болсақ, олар да қолдан келгенше халықпен бірге тұра, мемлекетпен бірге тұра, осындай қайырымдылық іс-шараларын бірге өткізеді. Сондықтан бұл жерде мен қарап тұрайын, сен жаса, жауапкершілік сенің мойныңда дегендей ол енді кішкене жараспайды. Біз бір қоғамда тұрғаннан кейін, біз бір тұтас бір ел болғаннан кейін бірігіп жасауымыз ол біз үшін міндет. Бұл жерде біз қаражат жинау барысында аппараттарға қанша жиналатынын білмедік алғашқы күндері. Бірақ та 2-3 күннен кейін біз көздеген мақсаттан 2, 3, 5, 10 есе, 20 есе асып кеткен кезде бізге ой келді. Қай нүктеде біз тоқтауымыз керекпіз? Бұның бір шегі бар ғой. Қай нүктеде тоқтауымыз керекпіз деген. Сол кезде министрлікпен ақылдастық, айттық, қалай ойлайсыңдар? Қай жақтан, былай айтқан кезде қай моментте біз еліміздің қажеттілігін жабамыз деген. Сол кезде олар айтқан, егерде 4000 болатын болса, одан асырмаңдар деген. Біз 15 шілде қаражат жинауды тоқтатқанбыз. Бірақ та бұл былай айтқан кезде мәжбүри тоқтаттық дейді айтуға да болады. Не себептен? Өйткені егер де айтайық біз
қаражат тоқтатпайтын болсақ жинауды, бұл 4000 емес 5000, 6000-ға дейін де шығып кететін өшеді. Өйткені біз тоқтатқаннан кейін көптеген адамдар бізге хабарласты. Біз берейін деп жатырмыз, тағы да қолдағымыз келеді, тағы да алып келейік дегендей. Бірақ не болса да біздің еліміздің ең қызып тұрған қажеттілігі 4000-мен жабылады деген ойда болғандықтан, одан кейін бізден басқа да жинап жатқан қорлардың, олардың да айтып жатқан сандарын ескере отыра, мемлекеттің өзінің тапсырыс берген, тендер ойнатып, тапсырыс берген аппараттарын да барлығын ескере отырады, 4000-нен асырмаймыз деп сосын шешім қабылдағанбыз. Сөйтіп 15 шілдеде 450 миллионға жақын қаражат жиналған. Сонымен біз тоқтаттық. Жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, тіпті кейбір халқымыздың арасында соңғы 10 тиынға дейін санап бергендері де болды. Бұл біздің еліміздің, жалпы қазақ халқының пейілінің кеңдігі, жомарттығы, сондай бір намысшыл екендігін көрсетті. Енді біз тағы да бір айта кететін мәселе, кейбір ауруханаларда аппараттың санының көптігінен артылып жатқан аппараттарды Тәжікстан, Қырғызстан елдеріне гуманитарлық көмек ретінде жіберуді ұйғардық. Құрметті қандастар, барша қазақ халқының атынан және де біздің компания бастаған, және де осы қазақ халқының 3-4 жігіттері қостап, Қазақстаннан Өзбекстанға, Қырғызстанға, Тәжікстанға, бауырларымызға бір 20-20-дан қайырымдылық аппаратын көрсетейік деп жатырмыз, оттегі аппаратын. Өйткені біз өзіміздегі жоқшылықты бәрін орнын толтырдық деп шештік. Осыдан өзіміздің компаниялардың атынан 60 аппаратты сол 3 мемлекетке бөліп беруге осы компанияның жігіттерімен ақылдаса отырып шештік. Бұл тек біздің атымыздан, сол ақша бөлген компаниялардың атынан емес, барша қазақ халқының атынан, барша қазақстандықтың атынан беріп жатқандықтан сіздерде дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Ол жаққа барғанда кішкентай болса да ауырып жатқан науқастарға шипа болсын дейміз. Өйткені біз осындайда берекелігімізді көрсетпесек, кем қолды қазақ екенімізді көрсетпесек, қашан көрсетеміз. Сондықтан Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан елшіліктеріне бүгін жеткізіп беретін боламыз. Осы өмір сыйлау жобасында еріктілердің атсалысқан рөлі өте маңызды. Өйткені біріншіден өте көп адам келді, біріншіден, екіншіден әр саланың өз маманы келді. Юрист, делопроизводство, логистикаға жауапты әрқайсысы келіп бастан аяғына дейін атсалысты. Ақтөбедегі кәсіпкерлер сол жақтағы емханадағы дәрігерлерді, 2,5 мың дәрігерді түскі астармен қамтамасыз етіп жүрді. Ақтауда, Атырауда әр қаланың өзінің сондай батырлары бар екенін өзіміз сұрыптау, сөйлесу барысында көрдік. Осы адамгершілікті көріп, халқыма риза болдым. 4-ші рейсті Алматыға кеп қоныстандырып, сонымен жалпы есепте 4000 аппарат елімізге таратылды. Ну так как рядом со мной никого нет, можно я на секунду сниму маску, потому что наконец-то 4-й борт прибыл в Казахстан. Сначала это казалось чем-то фантастическим. Сначала, когда ребята с Шугулы пришли, у них были не такие амбициозные планы. И все благодаря людям, кто давал деньги, неважно какую сумму, благодаря людям, которые помогали это все организовывать, благодаря волонтерам в каждом регионе. И самое главное, благодаря врачам и медицинским работникам, которые с помощью этих концентраторов уже спасают жизни и здоровье наших граждан. Это действительно невероятно, и казалось, один самолет это будет мечта и успех. Уже 4-й и 4000. Спасибо еще раз всем, кто жертвовал, помогал, чем мог. Италияда бір қариямыз жас 60-тар шамасында осы бір індетпен ауырған екен. Қатты ауырады. Сөйтіп жүр, бұл кісі ауруханаға түседі. Ауруханада бұл кісіге ИВЛ аппаратын қойып, бұл кісі өлім жағдайына дейін барған кезде осы ИВЛ аппаратының арқасында аман қалады. Бір аптадай уақыт өтті. Сөйтіп бір аптадан кейін бұл кісі ауруханадан шығатын кезде ол кісіге дәрігер счетты көрсетіп тұр дейді. Счетта 5000 евроның жазып отыр. Ақсақал таңғалады да дәрігерден сұрайды: бұл не үшін? Дәрігердің жауабы: ауа үшін, дем үшін дейді. Ақсақал сонда ұзақ ойланып тұрып: мен сонда 60 жас өмір сүрдім. Осы уақытқа дейін менен ешкім ақы алмаған еді. Мен осы күніне шүкір деймін. Осындай қазағымның кең даласында, дархан далада, табиғатта өмір сүргеніме, осы ауаны жұтып жүргеніме шын жүректен қуаныштымын.